жатыр. Оның шеті көшесіне асфальт төселіп, қалған көшелеріне кіршік тастар төселетін болады. Мектеп күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Оған 160 миллиондай қаражат бөлінген. Соны қазір мердігер компания мұнай құрылыс деген 133 миллион теңгеге жеңіп алып, қазір орада да жұмыстар жүруде. Бұл жұмыстарды 20 тамызға дейін аяқтайтын болады. Жаңа көріп қайттық, сапасы бәрі жақсы. Бізде қазір қалада комиссия құрылған, Нұр Отан партиясы бастаған, құрамында облыстық қалалық мәслихаттың депутаттары бар. Ол кісілердің көбісі құрылысшылар, мамандар, одан бөлек қоғам белсенділері бар. Ауыл ел бесігі бағдарламасындағы жұмыстар басталғалы бері осы жұмыстың бәрін өздері бақылап жүр. Өкінішке орай кейде біз біткеннен кейін тексеріп жатамыз, оның нәтижесі аз болады. Жаңа емес, шамалы тозыңқыраған, бірақ жоқтан жақсы. Сол себептен енді қаладан шығып жатқан нәрсенің бәрін тиімді пайдаланып, ауылда қазір енді барлығына бірден қаражат жете бермейді ғой. Сондықтан ең қажетті деген жерлерге балалар мектепке барады, балабақшаға барады, жаңа ауылдағы амбулаторияға барады, мәдениет үйіне барады. Соның барлығына ұйымдастырып төсеп алу керек. Әлі де шыдайды ғой, 4-5 жыл. Сол себептен әкеп жақсылап төсеп алыңыздар. Өйткені бұның бәрі кезінде қаражатқа келген нәрсе ғой, халықтың әрқайсысын тиімді пайдалануымыз керек. Мен үнемі айтып жатырмын, мына ЖКХ-ның басшысына, орынбасарыма не шығады қаладан? Светофор шықса да ауылдарға бер. Көшедегі жарық бағаналары шықса да тротуар шығады ма, брусчатка шығады ма, тротуарный плитка шығады ма, соның бәрін ауылдарға беріңдер. Ауылдар осыны сындырмай дұрыс төсеп алсын деп жатыр. Біреуі сыртқа кетпеу керек. Барлығын сіздерге актімен беріп жатыр. Актімен қабылдап ал. Сен мынада енді ауылды асарлатып, осы жұмыстарды жасап ал. Өзіміздің қаладан шыққан тракторлерді, бардюрлерді бәрін кеше алып келіп, жұмысшылардың күшіменен төсеудің 1 километр жерге қазір жаяу жүргіншілер жолы бар. Мектепке қатынайтын оқушыларға, ауыл халқына жағдай жасап отырмыз. Енді жаңа Ғабидинге айтып отырып қой, көше жасап жатыр. Мына 16 көшені. Қосымша 4-5 көшені жасап берем деп отыр. Осында жасап алу керек. Ол жобада жоқ, ақша қаралмаған. Міне өзі демеушілік есебінде 4-5 көшені жасап olsun. Осылай болу керек. Кім жұмыс жасап жатыр? Ауылда шамал болса да кегесін септігін тигізіп кету керек. Бәріне қаражат жете бермейді. Сол себептен осындай келген азаматтарды, мердігерлерді пайдаланып қалу керек. Басқа ешкім сіздерге жеке тапсырма бермейді. Берген де емес. Тек осы елге жасаңыздар, елге септіктеріңіз тигізіңіздер. Сонда біз де сіздерді заң аясында келешекте қолдаймыз. Осылай болу керек. Ең негізгісі сапалы болсын істеп жатқан жұмыстарыңыз. Ел халық бұны күтті. Қанша жыл осы жолда?